Саламатсыздар білім алушылар. Мен Ескермес Ақмаржан Дүкенқызы, Сарысу ауданы Тоқтар Әубәкіров негізгі мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен өтетін сабағымның тақырыбы дәрумендер, олардың сипаттамасы және жіктеу. Адам ағзасы үшін негізгі дәрумендердің маңызы. Сабағымыздың оқу мақсаты адам ағзасындағы дәрумендердің маңыздылығын сипаттау, құрамында дәрумендердің маңызды мөлшері бар азық-түліктер тізімін жасау. Дәрумендер тіршілік етуге қажет ерекше органикалық заттар. Дәрумендердің биологиялық белсенділігі өте жоғары. Барлық дәрумендер белгілі бір үдеріске ғана емес, ағзадағы үдерістер кешеніне әсер етеді. Дәрумендердің көпшілігі азық-түлік құрамында болады, кейбірі ағзада синтезделеді. Ағзада қалыпты жұмыс істеу үшін шамамен дәрумендердің 20 түрі керек. Дәрумендерді 1880 жылы орыс дәрігері Лунин ашты. Ол эксперименттік жолмен жануарлардың қорегінің құрамында наркоздар, майлар, көмірсулар және сумен минералды тұздармен қатар дәрумендер болу керек екенін дәлелдеді. 1912 жылы витамин деген терминнің өзі пайда болды. Ағза үшін қажетті дәрумендердің тәуліктік мөлшері шамамен 180-200 микрограмм. Олардың ағзадағы жетіспеушілігі гиповитаминоз деп аталады. Күнделікті пайдаланатын тағамдардың құрамында қандай да бір дәруменнің ұзақ уақыт болмауынан авитаминоз орын алады. Бұл кезде адамда зат алмасудың барлық түрі бұзылады. Тіршілік үшін қажет кез келген маңызды дәруменнің тамақ құрамында ұзақ уақыт болмауы зат алмасудың бұзылуына, соңында тіпті өлімге апарып соғуы мүмкін. Дәрумендерді шамадан көп пайдалану да ағза үшін зиян. Бұл кезде гипервитаминоз деп аталады. Гипервитаминоздың белгісі құсу, іштің өтуі, теріде ұзақ уақыт жойылмайтын ақшылдақтардың пайда болуы. Әдетте гипервитаминоз дәрумендерді бақылаусыз ішуге байланысты туындайды. Ал енді дәрумендер жайлы видеороликті ұсынамын. Назар салып тыңдап отырыңдар. Дәрумендердің, әсіресе суда еритіндердің негізгі көздері көкөністер мен жемістер болып табылады. Қарақат немесе цитрусты жемістер сияқты жаңа піскен жемістер С дәруменіне бай. Сәбіз немесе қызанақ сияқты көкөністер А дәруменінің көзі болып табылады. Електен өтпеген ұннан жасалған дақылдар, жаңғақтар мен нан, ашытқы өнімдері Б дәрумендері кешенінің көзі болып табылады. Майда еритін дәрумендердің бай көзі бауыр, балық, жұмыртқа сияқты жануарлардан өндірілетін тағамдар, сонымен қатар сүт және сүт өнімдері болып табылады. Дәрумендер суда немесе майда ерігіштеріне байланысты екі үлкен топқа бөлінеді. Суда еритіндер С, ПП және Б тобының дәрумендері. Және майда еритін дәрумендерге К, Е, Д, А витаминдері жатады. Суда еритін дәрумендер негізінен өсімдіктегі өнімдерде немесе сыра ашытқысында кездеседі. Майда еритін дәрумендер көбінесе жануартекті өнімдерде болады. Ағзамызда витаминдердің алар орны ерекше. Мысалы, С витамині аскорбин қышқылы деп аталады. Аскорбин қышқылы ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұруын арттырады. Ол антидене синтездейтін ферменттердің құрамында кездеседі. Сүйек пен тістің берік болуына әсер етеді. С дәруменінің жетіспеуінен адам тез шаршайды, сілемейлі қабықшасы қабынады, қызыл иегі қанайды. Бұл дәрумен А витаминоз кезінде қырқұлақ немесе цинк ауруы дамиды. Б1 дәрумені тиамин. Б тобына жататын басқа дәрумендер сияқты жүйке жүйесінің қызметінде маңызды рөл атқарады. Б дәрумені жетіспеуі көмірсулардың алмасуының бұзылуына апарып соғады. Б дәруменінің авитаминозы кезінде адам бере-бере аурумен ауырады. Адам денесі қалтырайды, қимыл қозғалысы бұзылады, ұйқышыл және селқостық пайда болады. ПП немесе никотин қышқылы дәрумені. Асқазан, ішек жұмысына әсер етеді. Бұл дәруменнің жетіспеуінен жалпы адамда әлсіздік байқалады, адамның көңіл күйі өзгереді, пеллагра ауруы дамиды. Теріде көпіршіктер мен дақтар пайда болады. Ал енді балалар, майда еритін дәрумендердің авитаминозы кезінде пайда болатын бір қатар дәрумендерге тоқталып өтейік. А дәрумені ретинол
ағзаның өсуіне және дамуына, эпителий ұлпасы жасушаларының тері, шаш, шырышты қабықтың жаңаруы, қалыпты көру үшін қажет. Ол ымыртта және түнде жақсы көруге әсер етеді. Адамда А дәрумені жетіспесе, терісі құрғайды, жарылады, қабыршақтанады. А дәруменінің авитаминозы кезінде ақшам соқыры ауруы пайда болады. Адам қас қарайғанда көруі нашарлайды. Д дәрумені кальциферол. Ішек бүрлерінің тамақтан кальций мен фосфорды сіңіру үдерісін қамтамасыз етеді. Д дәрумені болмаса, кальций фосфаттары тамақтан қанға түспейді де, сүйек ұлпасында жетіспейді. Сүйек әлсіз болады. Д дәруменінің гиповитаминозы балаларда мешел, рахит ауруын тудырады. Дене салмағының ауырлығынан аяқтары қисаяды, кеуде қуысы көк кетке, ол ішекке қысым түскендіктен қарны шығып тұрады. Ал енді балалар, бүгінгі білімімізді тиянақтау үшін сіздерге тапсырма беріліп отыр. Тапсырмада А витаминозы салдарынан пайда болған аурулар көрсетілген. Дәрумендердің атауын, майда немесе суда еритіндігін, дәрумендердің ағзамыздағы рөлін және А витаминозының белгілерін жазыңыздар. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.